Қазақ халқы төрт түліктің төресі деп төбесіне көтеретін жылқының қасиетін тауысып айту мүмкін емес. Ата-бабамыз еті мен сүті шипа жануарды бағалай білген. Қазір қазақ қана емес, көп ауруға ем саналатын жылқы етін дамыған Европа елдері мойындап, дәріханаларда арнайы сата бастады. Оларда қымызбен емдейтін шипажайлар да жұмыс істейді. Осыдан 10 шақты жыл бұрын неміс ғалымдары жылқы етінің жүрек және қан тамыр ауруларына шипа екендігін жарыса жазды. Кейін Германияның Вердер қаласында арнайы жылқы байлап, еті мен сүтін емге пайдаланатын шипажай ашылған. Осы күні француз дәрігерлері пациенттеріне арнайы қаптамаға оралып, дәріханаларда өлшеп сатылатын жылқы етін жеуге кеңес береді. Еуропалық екі елдің жаңалығына көршілері қызығушылық танытып, қымыздың қыр-сырын біз аштық деп жариялаған немістерге сеніп жүр. Жарайды, бұл бөлек әңгіме. Тек ықылым заманнан бері бие сауып, саумал ішіп, қымыз піскен қазақтың ұлттық сусының уысынан шығарып алу мүмкін екені өзекті өртейді. Енді әңгіменің әлқиссасында айтылған киелі жануардың етінің пайдасына тоқталар болсақ, жылқы етінің ең басты қасиеті адамның жүрек қан тамыр ауруларына, бүйрек жұмысын жақсартуға, буын сүйектерінің сырқырауына, зат алмасу процесінің ағзада дұрыс жүруіне тигізер әсері мол. Жылқы күйіс қайырмайтын жануар. Жылқыда өт жоқ. Жануардың бұл қасиеті майында холестерин өте аз мөлшерде ғана кездесетінін дәлелдейді. Қазір екінің бірінің қан қысымы жоғары немесе тұрақсыз. Бұл бүгін кең тараған аурулардың біріне айналды. Дәрігерлер жылқы еті инфаркт ауруына душар ететін холестериннің мөлшерін азайтып, қан қысымының жоғарылауын тежейді дейді. Сынықшылар сынған сүйекті салу үшін жылқының майын бекерден бекер пайдаланбайды. Бұл майдың құрамында тін жасушалары мен жілік майын жақсартатын пайдалы элементтердің барын білдіреді. Яғни, сүйек пен буынның берік болуына жылқы майы себін тигізеді. Адам қорек ретінде пайдаланатын жан-жануарлармен салыстырғанда жылқы етіне жететіні жоқ. Жылқы етінің диеталық қасиетінің жоғары екені даусыз. Оны бізден бұрынғылар ата-бабаларымыз жақсы білген. Біз тек оған ғылыми тұрғыда анықтама беріп, растап жүрміз. Жылқының еті ағза мүшелеріне сіңімді, оның ішінде асқазанға жеңіл тағам. Мәселен, сиыр етімен салыстырғанда адам ағзасына 8 есе жылдам сіңеді. Холестерин майында өте аз мөлшерде байқалады. Бұл дегеніміз оның адам денсаулығына мүлдем зиянсыз екенін білдіреді. Адам ағзасының зат алмасу процесіне белсенді қатысады. Негізінен жылқының етін семіз ет деп қарауға келмейді. Ол қабырға сүйегіне болмаса, басқалай артық май жинамайтын жануар. Жылқы етін склероз ауруына қарсы тағам ретінде қабылдауға да болады. Етінің құрамында 8 түрлі микроэлемент, 7 түрлі дәрумен бар. Әсіресе темір, мыс микроэлементтеріне бай. Ертеректе жылқышылар далада бүйі шаққан адамға уытты қайтару үшін терге малынып тұрған атта келіп, ер тоқымына сіңген терді жуған суды ішкізген екен. Әлде қалай далада түнеген жолаушылар ер тоқымды төсеніп жатса, есінен шошынған жылан жоламайтын көрінеді. Жануардың осындай керемет қасиеттерін 14 жыл жылқыны үйірімен баққан жылқышы Сексенбай Қопаев жақсы біледі. Ол кісі 1970 жылдан 92 жылға дейін Шалқардың Тұмалы көлінде үкіметтің жылқысын адал баққан атақты жылқышы болған. Жылқы десе ішкен асын жерге қойып, аламанды көрсе делебесі қозатын Сексенбай аға соғымға жылқы сойғанды құп көреді. Кеңес дәуірінде ең бірінші ұжымдастыру заманы басталғанда, Тұмалы көлде 19 ауыл кеңесі ашылып, сол жерде өңірде ең ірі жылқы шаруашылығы болған. Соны басқарған социалистік еңбек ері Смағұл Маманов Ұлы Отан соғысы кезінде атты әскерге 30 шақырымға тоқтамастан шабатын 62 арғымақ ат берген екен. 6-7 жасар ту биенің еті адамды қыста тоңдырмайтын қасиетке ие.
Жабағы мен тайдың еті тез сіңімді болғандықтан ту биенің етінде болмайды дейді. Жылқы еті ем болатын ауру түрлері өте көп. Мәселен, бүйректі емдеу үшін жылқы етін қақтап пісіріп сүтпен бірге ішіп жейді. Ми қызметіне, есте сақтау қабілетін арттыруға жылқының жүрегі пайдалы екен. Қисық біткен сүйектерді, орнына дұрыс түспеген буындарды түзетуге қазақ сынықшылары жылқы майын қолданады. Ағза жасушаларын жаңартып отыратын, бойға күш-қуат беретін қасиетін де мамандар дәлелдеген. Оны Бейжің және Лондонда қазақ көк байрағын желбіреткен олимпиада чемпионы Илья Ильин де растады. Баһадүр спортшы Ресей арналарына берген сұхбатында жылқы етін ғана жеймін деген еді. Қара күштің иесінің шошқаның етін мүлдем жемейтінін, есесіне жылқы еті оның күш-қуағын арттырғанын естігенде көп қазақтың төбесі көкке жетті. Әлеуметтік желілерде айтқыштар жылқы етінің етін жеуге болмайды деп қауесет таратып жүр. Рымшылдардың бұл қылығына тағамтану саласының мамандары қазақ болсаң жемесең түсіңе кіретін жылқының етін жемей көр деп миығынан күліп жүр. Барлық ет түрлерінің ішінде жылқы еті молибден мен кальций мөлшеріне өте бай. Ол органикалық қышқылдар мен темірдің концентрациясы бойынша сиыр етінен қарағанда айтарлықтай жоғары. Сондай-ақ жылқы етінде витаминдер А, С, Е, К, В тобы витаминдері көп, макро және микроэлементтер бар. Жылқы етінде холестерин аз, сондықтан да ол диеталық тамақтануда қолданыла береді. Сіздерге жылқы етінің адам ағзасына әсері бар дейтін 10 қабілетін ұсынбақшы. Оның біріншісі, жүрекке жылқы еті теріс әсер етпейді. Қанттың сіңуін ынталандырады, бұл қант диабетінің қаупін азайтады. Метаболизмді қалпына келтіреді және сіз білетіндей, жақсы метаболизммен адамдарда артық салмақ болмайды. Потенцияны арттыруға пайдасы өте жоғары. Жүйке жасушаларына оң әсер береді. Ағзаның вирустық ауруларға қарсы тұруын қабілетін арттырады. Дәнекер тінін азайтады. Ұйқы безін емдейді. Темірдің болуына байланысты қан түзу жүйесінің жұмысына да жақсы әсер етеді. Бұл жерде анемия жайында әңгіме. Жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді. Жылқы еті ең пайдалы ет түрлерінің бірі және бұл бірегей өнімнің жоғарыда аталған қасиеттері соның дәлелі. Қорыта айтқанда, қадірменді YouTube көрермен, жылқы етінің пайдасын бәріміз білеміз. Бірақ көп мөлшерде жеу, оның әрине денсаулыққа да зияны бар екенінде ойланып жүрген дұрыс. Қадір қасиетін ата-бабаларымыз өте жоғары бағалаған, жылқы малының етін жемеген қазақ жоқ шығар. Сол үшін де деніміздің сау болуы осы біздің күнделікті өмірде пайдаланатын тағамдарымызға байланысты. Ақпаратты пайдалы деп тапсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.